Баршаңызға сәлем. Бүгін кляарға аунатылған балық қуырамыз. Өте дәмді, міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Кез келген қылтығы аз балық қолдансаңыздар болады. Тилапия, ментай, судак, менде морской язык. Балықты осылай бөліктерге бөліп аламыз. Шағын, үлкен емес. Оны тұздаймыз. Қалауыңызша татымына қарай тұз сеуіп, жақсылап араластырып аласыздар. Енді кляр дайындаймыз. 2 жұмыртқаны бөлек ыдысқа жарып аламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Және 2 ас қасық майонез қосамыз. Төрт ас қасық ұн. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Кляр дайын. Осы клярды балықтың үстіне құямыз. Менде 2 морской язык балығы. Бәрін жақсылап араластырамыз. Табаға майымызды құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға балықтарды салып қуырамыз. Орташа отта. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағына аударып аламыз. Және тағы да 3-4 минуттай қуырамыз. Рецепт ұнап жатса, каналға жазылып қойыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар сұрақтарыңыз болса. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа рецепттерді жіберіп алмайсыздар. Балық дайын, осылай әдемі қып-қызыл болып шығады. Тарелкаге салфетканы төсеп, балықтарды сүзіп аламыз. Картоп езбесімен немесе күрішпен берсеңізде өте дәмді болады. Рецепт ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер.